Сәлем достар. Үйде нан бітіп қалса, осындай тез дайындалатын, дрожь қосылмаған, айранға иленетін нан пісіруге кеңес беремін. Ол үшін бізге жарты литр айран керек. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық сұйық май, сұйық майдың орнына сары май қоссаңыз да болады. Араластырып, ұн мен қопсытқышты електен өткізіп қосамыз. Сөйтіп, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Кейде дрожжсыз нан жегім келеді, сол кезде бұл таптырмайтын нан өзі. Енді бұны 15 минутқа кішкене тындырып қоямыз. Он 15 минут өтті, тағы да бір жақсылап илеп аламыз. Тағы да бір 15 минутқа қойып қоямыз. Егер асықсаңыздар, бірден нан пісіріп, нанға форма жасап кетуіңізге болады. Мен асықып тұрған жоқпын, сондықтан тағы да бір 15 минутқа қоюды жөн көрдім. 15 минут өтті. Қамырымыз жақсы тынды. Енді бұны 2 бөлікке бөліп, домалақтап қоямыз. Құрметті достар, біздің каналымызға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға таратыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Домалақтап, өстіп 10 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Неғұрлым қамыр көбірек тұрса, соғұрлым жақсы шығады да. Оны 10 минут өтті. Енді өзіміздің ұнаған пішінде жасаймыз нанымызды. Мен шаңышқымен ортасын тесіп алдым. Өте тойымды болады бұл нан. Міне жұмыртқамызды жақтық. Енді 200 градусқа духовкада 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне пісті. 15 минут пісті мына лепешкам. Мына екінші лепешкамды 20 минут ұстадым духовкада. Ол кішкене қоңырқай болып пісті. Бірақ жұмсақ. Енді сіздерге ішін кесіп көрсетейін. Ыстық әлі ыстық болып тұр. Жұмсақ. Өте жұмсақ. Сосын бұл нанның бір жақ жері резиновый болмайды да. Тез бөлінеді, сол жері ұнайды. Дрожжсыз нан жегілері келетіндерге кеңес берем осы нанды пісіруге. Енді ыстық нанмен міндетті түрде сары майды жағып жеу керек. Нан әлі ыстық.
Бұл нан өте тойымды болады. Егер айран болмаса, сүтке илей берсеңіздер болады. Үйде қаймақ қосып, үйде бар нәрседен илей салуға болады негізінде. Өте дәмді, жұмсақ, жасауға кеңес беремін сіздерге. Сіздермен болған Дәмді ес каналы.